Саламатсыздар ма? Бұл бізде 6 класс 3 тақырып деректердің типтері. Яғни дерек өңделмеген әртүрлі фактілер, цифрлар. Енді осы біздер Pythonмен есеп шығарып жатырмыз. Соның есептің барысында біздер әртүрлі деректер қолданатын боламыз. Әртүрлі деректердің өзіне тән мәтіндік, сандық, графикалық түрлері болуы мүмкін. Соған қатысты біздің де деректеріміз типтерге бөлінеді. Енді Python'дағы бізде деректер типтерін тоқталатын болсақ, оларды не көріп тұрғандарыңызда бірінші кестеде бүтін типтер бар, integer'де қысқартып алынған бүтін типтер. Оларға мінекей көріп тұрсыздар, қандай мәндерді қабылдайтын бүтін сандарын ғана алады. Келесі float бізде нақты типтер. Бұл жерде бүтінмен қоса, бүтіннен кейінгі сандарымен қосылады. Нақты, яғни мінекей 25,56. 5-тің өзі болатын болса 5,0. Мінекей осындай нақты сандар алынады. Одан кейін string бізде str деп аталады, жолдық типтер. Тырнақшамен алынатын болса, бұлар жолдық типтерге жатады. Келесі bool мен логикалық тип, true немесе false, ақиқат немесе жалған деген мәндерді қабылдайды. Әзірге осындай типтерді біз қолданамыз. Бұдан да басқа да типтер бар негізінде. Біздің қазіргі программаларымызға, есеп шығаруымызға осы типтер жеткілікті. Енді біздер алдыңғы сабақтарда өттік input деген. Input яғни енгізу. Оның алдына біз осы int'ті немесе float'ты қоятын болсақ, онда олар санға айналдырады. Яғни int бүтін санға айналдырады. Int input деп сан енгізетін болсақ, ол санды кәдімгі сан ретінде қабылдайды. Ал input'тың өзіне жазып сан енгізетін болсақ, оны кәдімгі жолдық тип ретінде қабылдайды. Сондықтан int'пен біз типін санға айналдырып аламыз. Типтерін енді біздер анықтау үшін тип жалпы айнымалының қабылдайтын мәнін осы айнымалымен жасалатын әрекетті және оны сақтауға қажет жадты анықтайды. Типтерді анықтау үшін біздер type деген функцияны қолданамыз. Мінекей тең болады 126,1858 болатын болса, оның типі мысалға бізде type деген енгізетін болса, float деген мәнді шығарып беретін болады. Ол типтерді енгізген кезде бізде мысалға жалпы орындауға жібергеннен кейінді оларды жазып шығара беруге болады жалпы. Мысалға shell'ді ашайық. Мінекей осы жерге біздер типтерді енгізе берейік. Мысалға a тең болады 5 деген сан болсын. Осының енді типі мысалға a дейтін болсақ, осы a-ның өзін шығарып береді. Енді type print деген бізде экранға шығаруын білесіздер. Type a дейді, a-ның типі. Мінекей integer, бүтін типті екені белгілі болды. Енді мысалға b-ға енгізейік 5,10,1 мысалға. Енді осының типін қарайық. Type b. Бұл нақты тип екені шықты типі. Осылай типтерді анықтай беруімізге болады. Барлық мына жерде мысалдарды қарап шықсаңыздар болады. Енді практикалық жұмысқа тоқталайық. Практикалық жұмыста бізде n секунд уақыт берілген. Берілген секундтарды сағатпен, минут және секундпен өрнектейтін программа құрыңдар. n 86,400-ге дейін беріледі. Бүтін сандар тапсырманың программа коды. Программа коды мінекей берілген. Бұл программа кодын мінекей салып қойдым Pythonға. Мінекей n деген кез келген сан. Мысалға ол 16,896 деген сан. Мысалға секунд берілді, сол секундты сағат, минут, секундқа бөлу керек. Біз 3600-ге бөліп отырмыз. Кітапта да берілген. Ол 3600 деген ол бір сағаттағы секундтар саны жалпы. Мысалға бір сағатта 60 минут болса, бір минутта 60 секунд. Сол екеуін көбейтіп 3600 шығарып алған. Соны n санды бөлеміз. Бірінші бөлген кезде 4 деген санды аламыз. Екінші бөлген кезде мынау қалдық түрінде, мынау бүтін түрінде бөліп жатыр. Екі бөліп, мынау қалдық түрінде бөліп жатыр. Одан кейін сол қалдықтан шыққан санды 60-ға бөледі бүтін түрінде, одан 60-ға қалдық түрінде бөледі. Сол кезде біздер шығара аламыз. К мына жерде 4 сағат дегенді, P мына жерде 41 минут дегенді және біздегі n соңғы 36 секунд дегенді шығара аламыз. Мінекей орындауға жіберейік. Run модуль 16,896. Мінекей 4 сағат 41 минут 36 секунд. Мінекей орындалды.
Так, бұл біздің бірінші мысалымыз. Так, енді келесі екінші практикалық жұмыста осылай салып егер көріңіздер, өздеріңізде компьютерлеріңіз болса және Python программаларыңыз болса, осыны салып көріңіздер. Немесе онлайн Python компилятор деп онлайн түрде есепті шығарып көруге болады. Компилятор олға жазып. Екінші тапсырма: құрылысқа әр күні 3 жүк көлігі топырақ тасиды. Жүк көліктерінің сыйымдылығы тонна. Сәйкесінше А 8,5, Б 8,125, С 7,125 нақты сандан өрнектелген. Жүк көліктері бір күнге n рет қатынайтын болса, онда пи күнде құрылысқа барлығы неше тонна топырақ тасылады. Жүк көліктері бір күнде орташа есеппен неше тонна топырақ тасиды. Екі код тапсырмасының программа коды. Мінекей программа код берілген, n және p екі сан алынған, int input, p int input. Енді нақты беріліп кеткен сандарымыз бар ғой бізде. A 8,5-ке тең, B-ның өзінің саны және S-ның өзінің саны бар. Енді бірінші өрнекте мысалы картинг болады, n мен p-ді көбейткен, екі санымыз мысалға 4,5-ті көбейтіп жатыр мына жердегі. Одан кейін A, B, S-ны үшеуін қосып жатыр мына жердегі. Одан кейін екінші өрнегіміз күнде, бір күнде дейді, бір күндегін тауып жатыр. n-ді көбейтеді, A плюс B плюс S-ға бөледі оны 3-ке. Бір сызықпен бөлген, бұл деген нақты сан, нақты түрде бөліп жатыр. Осында программасын салып көріңіздер. Жаңағыдай. Енді біздер мінекей тапсырмаға көшейік. Тапсырмада бізде type дейді. Бірінші тапсырма мына көрсеткенімдей, бұл оңай, A тең болады 156,178 дейді. Бұның типі қандай? Type деп типін анықтаймыз. B-ның типін, S-ның типін, осылай әр типтерді анықтап шығамыз. Ол белгілі, оңай мана көрсеткен. Екінші тапсырманы көрейік. Ұзындығы L миллиметрде берілген ұзындықты километр, метр, сантиметр және миллиметрмен өрнектейтін программа жаз дейді. Бұл программаны біз мына жерде көрсеткен бірінші кодымыз қайда? Осы кодқа қарап шығарсақ болады. Бүтін бөлігін, қалдық бөлігін бір бөлек алып алуымыз керек. Осы есепке қарап. Енді оны құрастырайық. Мінекей, оның коды міне. Құрастырып қойдым. Мінекей қарасаңыздар болады. N деген бір сан аламыз. Кезеген айнымалы, int input бүтін сан. Енді километр км деп алдым. Километр бірінші табуымыз керек. N-ді бөліп аламыз. Бізде мына жерде берілген сан мысалға миллион ғой. 12,552. Сондықтан бірінші 1 деген километрді алу үшін, бірді шығару үшін миллионға бөліп аламыз. Одан кейін екінші n біздегі метр табу үшін бірінші 1000-ға бөліп аламыз. Одан кейін қалдық түрінде де 1000-ға бөліп аламыз. Қазір шығарған кезде көрсетіп болған. Екінші сантиметр түрінде де дәл солай. Бірінші 10-ға бүтін бөлігін, одан кейін 100-ге қалдық бөліп аламыз. Соңғы бізде 2 мм шығару үшін осы біздің санымызды тек қалдық түрінде ғана 10-ға бөліп қоямыз. Сосын енді экранға шығарамыз. Print километр шақырамыз. Мынау түсінікті болу үшін қасындағы сөздер тырнақшаға жазылады. Метр шақырамыз, сантиметр шақырамыз, миллиметр шақырамыз экранға. Мынау қасындағылар жазып алсаңыздар да болады. Ол тек түсінікті болу үшін, мынадай кітаптағыдай шығу үшін. Тырнақша деген ол тырнақшаның ішіне жазасыздар, соны шығарып береді деген сөз. Енді мінекей 1,12,552. Мінекей 1 километр кітаптағыдай 12 метр 55 сантиметр 2 миллиметр. Осылай шықты. Енді қарайық. Бұл жерде бірінші мен көрсетейін. 1,12,552. Мінекей бөлеміз. Бүтін түрінде миллионға. Миллионға бөлген кезде бізде 1 деген сан шығады. Екіншісінің көрсетейін. 1,12,552 біз бөлеміз бүтін түрінде 1000-ға. 1000-ға бөліп жатыр. Мінекей осы санымызды қалдық түрінде бөліп жатыр. Қараңыздар. Қалдық түрінде бөліп жатырық 1000-ға қайтадан. Мінекей. Сол кезде 12-ні алып алдық метрді. Енді келесі бізде миллионымыз біздің бөліп аламыз 10-ға. 10-ға бөлген кезде осындай 101,255 сан шықты. Қалдық түрінде бөліп жатырық. Мінекей 100-ге біздің осы 101 санымызды 101,255
55. Қалдық түрінде бөліп атырып 100-ге. Мінекей 55. Енді соңғысы бізде миллиметр табу үшін енді осы миллионымызды бізден бөлеміз қалдық түрінде 10-ға. Мінекей 2 деген нәтижені алдық. Осылайша біздер 1 километр, 12 метр, 55 сантиметр, 2 миллиметр дегенді алып отырмыз. Есеп бізде осылайша шықты. Так, жақсы. Енді келесі бізде үшінші тапсырма. Екі таңбалы сан цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр. Екі таңбалы сан мінекей берілген. 89 соны мінекей 17 және 72 деген. Яғни бөліп екеуін 8-ді бөлек алып, 9-ды бөліп алып, екеуін бөліп қосады. 8 мен 9 қосқанда 17. Екеуін көбейткен кезде 72. Яғни біз 8-ді бөлек, 9-ды бөлек алып алуымыз керек. Сонда бізге программа керек. Жаңағы шығарғанымыздай. Жаңа файл ашайық. Файл. Осы файлға орындаймыз. Мінекей, так, n деген бір айнымалы аламыз. Input. Астына енді осы n-ді мысалға тағы бір айнымалы n1 тең болады. n-імізді бөлеміз бүтін түрде 10-ға. n2 деген айнымалы алайық. Осының ішіне меншіктейміз n-ді бөлеміз қалдық түрінде 10-ға. Осылайша 8-ді және 9-ды бөлек ажыратып аламыз екеуін. Енді тағы бір айнымалы s тең болады. n1 қосылған n2 екеуінің қосындысы керек. Сосын n деген айнымалы алайық. n1 көбейтілген n2. Енді экранға шығарамыз. Print саны шақырамыз. Және print екінші көбейтінді бізде d-да орналасқан. D-ны шақырамыз. Енді орындауға жіберейік. Run модуль. Мысалға 6-шы класстың есебі. Мінекей. Енді біздер енгізейік. 89. Мінекей 17 және 72. Бұл біздегі жаңағы нәтиже не? Бірінші 8-ді бөлек алып алды. Жаңа біздің программа кодымыз. Мінекей. Яғни бұл жерде міне бірінші мынау 8-ді алады. 2 сызықпен бөлу бізде бүтін бөлу. Және мына процент бұл қалдық түрде бөлу. Бұл 9-ды алады. Осылайша 2-ге ажыратып алдық. n1-де бізде 8 орналасқан, n2-де бізде 9 орналасқан. Екеуін қосамыз да с-ға меншіктейміз. Сыны экранға шығарып атыр. Дәл солай екеуін көбейтеміз да d-ға меншіктейміз, d-ны шақырамыз. Осылайша біздің есебіміз мінекей орындалды. үй тапсырмасы. Үй тапсырмасын талдап көрейік. Үш таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр. Мұнда бізде 2 таңбалы деген, үй тапсырмасында 3 таңбалы. Осыны талдайық, сіздерге үйге басқа тапсырма. Мысалға біз жаңа шығардық 2 таңбалыда 10-ға бөлдік. Өйткені 89 мысалы 2 таңбалы сан. Мұнда 896. Бұл бізде 3 таңбалы. Сондықтан мінекей 100-ге бөлеміз. Бірінші 8 дегенді бөліп алу үшін. Одан кейін екінші бүтін түрде 10-ға бөлейік. Бүтін түрде мысалға 96-ны алып алу үшін. Одан кейін қалдық түрінде 10-ға бөлейік. Сол кезде бізде бөлек 89-ды алып аламыз. Одан кейін қалдық түрінде 9-ды бөліп аламыз. Келесі тағы бір айнымалы керек болады бізде. n3 дейік мысалға. Үшінші біздің айнымалымыз n-ді бұнда қалдық түрінде бөлеміз 10-ға болды. Бұл өзі бұрынғы біздің 2 таңбалы сияқты қала береді. Енді бұнда бізде үшеуі қосамыз n3-ге, көбейтеміз n3-ге. Енді орындауға жібере берейік. Бұл екеуі де с-да дәл мына есебіміз сияқты. Орындауға жіберейік. Бізде 896. Мінекей 23 және 432 деген нәтижелерді алдық. Бұл үй тапсырмасын талдау болатын. Енді сіздерге үй тапсырмасы 4 таңбалы сан. Яғни астына тағы да бір айнымалы береді. 4 таңбалы сан, сол 4 таңбалы санды осылай бөліп алатын программа кодын құрастырыңыздар. Бұл программа кодын осы видеоның астына комментарийге жазып кетіңіздер.
Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.